Мынау шалжыға деген тамақ, мен енді мүмкіндігімше өзім көрсетейін деп осылай кішігірім болып көрсеттім. Дегенмен шалжыға деген тамақты марқа қозының етін қарынға тығып, жерді шұқырлап, отты өртеп, соның үстіндегі оттың бәрін тартып алып, астына қоламта азғандай шоқ қалдырады да, қарынды лаймен сыбайды. Сөйтіп қойып, үстіне жаңағы қалға тартып алған шоғын қойып, сөйтіп пісірген. Оның жаңағы жел шығып тұру керек. Жаңа бу бұрқырап жілік қойған, асық жілікті қойған ғой. Сол жіліктен бу шыққан мезгілде үстіндегі отты жеңілткен. Қайнағаны да ол қайнағаны. Қайнағаны сол будан білген. Бұл өзінің дәмі өзінде, өз маңызы өзінде, марқа қозының еті болғасын, оны үлкен кісілер көп жеп қойып, жығылып қалып, көтере алмай, содан бұның атын шалжыға деп қойған екен. Шалжыға деген тамағымыз, жаңағы мінекей кесіп қарайын ба? Бисмиллахиррахманиррахим. Мінекей, мынаны мен пешке пісірдім. Жаңа кәдімгі адамда пеш бар ғой, нан пісіретін, сомса пісіретін, сондай пешке пісірдім. Мінекей, бұл қайнатылған емес, кәдімгі пешке піскен. Қарның ішінде ет, құйрық, сондай нелер бар. Өз дәмі өзінде болып піскесін. Бұл өте күшті болған адамдарға жаңағы дәрумені ішінде өзінде тұрғасын барлығы осындай болып піскен мінекей. Мынау майлары, мынау еттері, мынау қарнымыз, бұл да сыртта күйіп, қатып пісіп жатыр да, шоққа піскесін. Оның аты шалжыға.